Ассалаумағалейкум көрермен, эфирде иман нұры діни танымдық хабары. Бүгінгі студиямыздың қонағы Шалқар ауданының бас имамы Бақыт Тойшыбай. Қош келдіңіз. Рахмет. Енді бүгінгі бағдарламамызда осы қазіргі таңда кеңінен етек алып жайылып келе жатқан қайырымдылық іс туралы, осы қайырымдылықтың сауабы туралы әңгімелессек. Ассалаумағалейкум құрметті отандастар, құрметті жерлестер. Алла Тағала бастаған күнімізді баршамызға сәтті еткен болсын. Қайырымдылық тақырыбына келер болсақ, жалпы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бастаған бастамалардың аясында өте ауқымды қайырымдылық жобалар жүзеге асуда. Мәселен, өткен ораза айының ішінің өзінде жалпы облыс деңгейінде өте ауқымды қайырымдылық жұмыстары атқарылды деп айта аламыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты зекет қоры бар. Сол зекет қоры жалпы діни басқарманың қайырымдылық жобаларын жүзеге асырумен шұғылданады. Енді осы қайырымдылыққа байланысты әрбір аудан, әрбір облыс өз деңгейінде жұмыстар атқарып келуде. Мәселен, аудан деңгейінде алатын болсақ, аудан деңгейінде аудан халқының санына қарай қайырымдылықтың шеңбері ұлғайып немесе азайып жатады. Мәселен, біздің ауданға байланысты айтатын болсақ, жалпы ай сайын айтатын болсақ, орталама бір 200 отбасыға көмек беріледі. Бұл азық-түлігі бар, қаржылай бар, бұл киіммен бар. Жалпылай орталама 200 отбасыға қайырымдылық жасалып отырады. Енді қайырымдылық жасайтын кісілерге имам ретінде, сол елдегі діни басшы ретінде барып қайырымдылықтың сауабының көптігін көп айта жүреміз. Мәселен, барша мұсылман қауымына бағдар болған Құран Кәрім кітабы бар. Сол Құран Кәрім кітабында өте көп аяттар келеді осы қайырымдылық жасауға байланысты. Енді сол аяттардың біріне келетін болсақ, «Васариу иля мағфирати мир раббикум ва джаннатин ардуха самавату вал арду» деп келеді. Қазақша баламасына келетін болсақ, сендер Алланың мейіріміне бөлену үшін бір-бірлеріңмен жарысыңдар. Және де аумағы жер мен көктің арасы болған жұмақ үшін бір-бірлеріңмен жарысыңдар деген аят келеді. Осы секілді аяттардың саны өте көп. Енді осы секілді аяттар бар. Пайғамбарымыз алейхиссаламнан келген ондаған, бәлкім жүздеген хадистер бар. Соның баршасын ел тұрғындарына түсіндіріп, 10 теңге қайырымдылық жасасаң 100 теңге болып қайтады, 100 теңге қайырымдылық жасасаң 1000 теңге болып қайтады деп түсіндіріп жатамыз. Бір нақты мысал ретінде айта кетейін, осы аудан тұрғындарының бірі жыл сайын қайырымдылықты қолға алған. Соның бірін айта кетейін. Мәселен, ол жеке өзінің шаруашылығымен шұғылданатын кісілер. Сол кісілердің айтуы, мәселен, осы қайырымдылық жасағанға дейін өзінің жаңағы мал-мүлкінің көбеюі мен азаюына байланысты мына бір мысалды берді. Жыл сайын қайырымдылыққа дейін менің қара малым, яғни сиырларым жыл сайын 40-50 төл беретін болса, қайырымдылық жасағаннан кейін ол кемінде 140-150 төл беретін болды деп өзінің бір ішкі қуанышын білдіріп еді. Осыдан да біз нені білеміз? Демек, жаңа қайырымдылық жасайтын болсаңыз, ол сізге бәлкім 10, бәлкім 100 есе қайтара келеді. Ал енді қазір әлеуметтік желі жақсы дамыған, өзіңіз білесіз. Әлеуметтік желіде түрлі жасаған қайырымдылық істерді енді есебін беріп халыққа көрсетіп жатады. Бірақ соның астындағы пікірлерді оқи отыратын болсақ, бұл қайырымдылықты жария ету, жасағаныңды мақтан ету деген секілді бір жағымсыз пікірлерді кездеседі. Енді осы жөнінде не айтасыз? Ол пікір бар, бұрыннан қалыптасты, қазір де бар, бұдан кейін де болады. Мына нәрсе бар. Мәселен, Пайғамбарымыз алейхиссалам хадисінде келеді, оң қолдың бергенін сол қол білмесін дейді. Яғни жасырын болсын деген сөз. Енді табір хадистерінде келеді, жақсылықта жарысу мақсатында көрсетіңдер дейді. Мәселен, өткенде нақты бір мысал айтайын.
қазір қуаңшылық сәл белең алуда. Соған байланысты жаңағы зекет бергендер бар, бермегендер бар, берем деп жүргендер, бере аламын деп жүргендер бар. Соған байланысты бір кісі былай деп әңгіменің ортасынан дөп басты. Осының барлығы байлардың зекетін бермегені ғой деп ортаға қойып қалды. Сонда сол ауқатты кісілердің бірі тұрып, сен бірінші бір ауқатты кісіге барып зекеттің не екенін түсіндірдің ба? Ол түсіне алды ма? Неден зекет беріледі, неден зекет берілмейді, берілгенде не болады, берілмегенде не болады деп түсіндіре алдың ба? Деп сұрақ қойып еді. Ана жерде сұраққа жауап берілмейді. Яғни ол кісілерге біз әлі түсіндіре алған жоқпыз. Егер ол кісілер түсінгенде еді, бұл қадамға бәлкім тағы да көбірек келетін бетті. Бұл осы мысалы не үшін беріп отырмын? Яғни қайырымдылық жасасаңыз, осы секілді қайырымдылық жасасаңыз, сізде 10 немесе 100 есе қайырымын аласыз деп көрсету мақсатында істейміз. Бірақ өзің айтып отырғандай, жасырын жасалып жатқан қайырымдылықтар, ашық жасалып жатқан қайырымдылықтан өте көп. Оны біз әлеуметтік желіде бөліспейміз оны. Тек жаңағы өзімізге, ауданның тұрғындарына, облыс тұрғындарына бір нышана болсын, бір белгі болсын деп осыны жасап отырамыз. Енді қайырымдылық жасауда тек қана жаңағы материалдық көмек беруме, ақша беруме, немесе бір баспана сатып алып беруме, әлде оның басқа да жолдары бар ма қайырымды істердің? Жалпы діни басқарма бекіткен қайырымдылықтардың саны өте көп. Соның ең біріншісі ел үлесі пәтерге деп жоба бастапты. Жыл жарымға жуық болды. Бүгін 400-дің аясында пәтер алынып берілді мұқтаж кісілерге. Бұл пәтер алып беру бар. Одан кейін мұқтаж кісілердің тізімін жасап, ай сайын сол мұқтаж кісілерге көмектесіп тұру бар. Одан кейін жаңа көп балалы отбасыларға киіммен көмектесу бар. Отбасылар, аз қамтылған отбасыларға жаңағы коммуналдық төлеп беру бар. Не болмаса жаңағы мешітті білесіздер, барлық адам қуанса да, қайғырса да мешітке келіп жатады. Сол қуанғанда да, қайғырғанда да қуанышымен келген кезде онымен бөлісу біздің барша міндетіміз, ортақ міндетіміз. Сол себепті ол жерде де ол кісілерге қаржылай, не болмаса жаңағы моральды түрде, не болмаса Құран кәріммен немесе хадистермен жалпы сол позициядан шығудың жолдарын түсіндіреміз. Осының барлығы қайырымдылықтың аумағына кіреді. Бұл тек қана қаржылай, немесе киім, немесе жаңа жоғарыда айтқанымыздай баспанамен шектелмейді. Бұның барлығы, мәселен аудандық жастар ресурстарымен жұмыс жасаймыз. Ол жерде жастар бар. Жастарға барып имандылық турасында бір сөз айтамыз, бір іс айтамыз, бір нышана көрсетеміз. Ол да бір қайырымдылық. Мәселен бір кісі 80 мың теңгеге жұмыс жасаса, ол кісіге барып сен күнеге бір 4 теңге бір қайырымдылық жасап тұр деп айтсақ, ол кісі солай жасаса, ол кісі үшін ол жақсы болады. Бәлкім мәселен бір кісі 80 мың теңге айлық алатын болса, орталама, соның күнеге 4 теңгесін беріп отырса, бір айда неше теңге болады? Бар жоғы 200 теңгенің ар жақ бер жағы. Ол үшін байқалмайтын бір сумма. Бірақ байқалмайтын, мен оны былай да бере саламын деп айтуы мүмкін, былай бере салмайды, өйткені ол адамның қолы оған үйрену керек. Мәселен, сіз таңертең шықтыңыз, жұмысқа келе жатсыз, 4 теңгені белгілі бір кісіге, белгілі бір орынға беріп жүрсеңіз, және сіз бұны ай, 6 ай, жыл, 10 жыл, 20 жыл жасасаңыз, қолыңыз автоматты түрде үйреніп қалады. Жүрегіңізде, санаңызда күнде таңертеңгісін шыққан уақытта 4 теңге есіңізде тұрады. Бұл сіздің отбасыңызға, сіздің кәсібіңізге тікелей әсер етеді. Тікелей оның көбеюіне, береке болуына әсер етеді. Осыны жалпы халыққа түсіндіріп келудеміз. Сонда қайырымдылықты да белгілі бір төмен мөлшерден бастаған жөн бе? Төмен мөлшерден бастаған жөн, өйткені мүмкіншілігі болмаса, әрине ол жағдай келіп тұрса, қомақ жасаған дұрыс қой, бірақ бұл да қайырымдылық жасауда бір спорттың бір түрімен шұғылдану секілді. Мәселен, бір спорттың түріне кіріп 3 сағат тренировка ешкім жасамайды. Бүкіл күш қуаты біткен секілді. Күнеге өзінің тренері болады.
күніге өзінің дене бітіміне қарай, физикалық күшіне қарай жаттығуларын беріп отырады. Солай күн, ай, жыл оны дайындайды. Сол дайындаудың нәтижесінде ол белгілі бір физикалық дайындыққа жетеді. Сол кезде ол бір жетістікке жетеді. Дәл сол секілді бізде қайырымдылық жасайтын уақытта бір тренеріміз болу керек. Яғни басымызда, алдымызда бір бастайтын, бағыт беретін кісі болу керек. Ол мешіт имам болуы мүмкін, әулеттің үлкені болуы мүмкін, қаланың әкімі болуы мүмкін, қаланың төрайымы болуы мүмкін. Кім болса да бір бағыт көрсететін адам болады және болуы тиіс. Солай адамдарды, қауымды жақсылыққа баулайды. Бір мысал бере кетейін. Мәселен, бір ауданда жалпы кәсіпкерлер болсын, әл-ауқаты жақсы кісілер зекетін беріп, қайырымдылығын жасайтын болса, толығымен жаңағыдай әрқайсысы 4 теңгесін, 5 теңгесін беретін болса, аудандық деңгейдегі аз қамтылған жағдай өте аз уақытта реттеледі. Өйткені ұжым болып кіргеннен кейін, ол ұжым болып тез оңалады. Сол мақсатта әркім сіз болып, біз болып жұмыс жасауымыз керек болады. Аудандағы қайырымдылық істері туралы айтып өтсеңіз. Жалпы ауданда өте ауқымды қайырымдылық жұмыстары жүріп жатыр деп толығымен айта аламын. Кәсіпкерлер бар, жаңағы басқада мен қайырымды жанмын деген арнайы акциялар бар. Жаңа жоғарыда айтқандай ашық түрде жасап жатқандарымыз бар, жасырын түрде жасап жатқандарымыз бар. Соның ашық түрде баршаға бір ортақ бір мүмкіндік болсын деп 2020 жылы бір қайырымдылық мекемесін құрылысын бастаған болатынбыз. Соны бүгінгі таңда толығымен бітіп отыр, шамалы ғана жұмысы қалды. Ол жерде біз сауат ашу курсын ұйымдастырмақпыз. Яғни ол жердегі аумағы 600 шаршы метр болған бір ғимарат бой көтерді. Ол қол күші сол мешіттің жамағаты, мешітке келушілер болды, ал қаржылай демеушілер жалпы ел аумағындағы ел азаматтары болды. Енді бүгінгі таңға дейін жалпы сол нысанға бір 42-43 миллиондай теңге қаражат тартылды. Оның қаншама біз білетіні бар, біз білмейтіні бар, заттай алып келіп жатқаны бар. Енді сол медресе дейміз, қайырымдылық мекемесі дейміз, сол жерде 60-70-ке жуық ұлдарды, қыздарды оқытсақ деген мақсатымыз бар. Яғни ол жерде біз адамдарды, ұлдарды, қыздарды имандылыққа тартсақ деген мақсатымыз. Яғни бір ұл, бір қыз ертең үйінен аттап қалаға не болмаса сыртқа шыққан уақытта біреудің арын таптауға болмайды, біреудің арын аттауға болмайды, біреуге жаман сөз айтуға болмайды, біреуді ренжітуге болмайды деп өзіне бір мұсылмандық принциптерді ұғындырғымыз келеді. Мәселен, анасы баласын дүкенге жұмсаса, мен қолым бос емес, ана өзің барып келе салшы деп айтатын жауаптар бар, айтылатын жауаптар бар. Сол кезде ана жарайды деп орнынан қарғып тұрып, барып анасының бір ауыз өтінішін орындау үшін біз барымызды салсақ деген ниетіміз. Ата-аналардың ниеті қалай бұған, көзқарасы қалай? Қызығушылық өте көп, өте жақсы. Мәселен, жаз айлары келді ғой, мектептің уақыты бітті, жаңағы колледждердің уақыты бітейін деп жатыр. Осы 2-3 аптаның шамасында 3 ай жазда балдарымыз бос, телефонның алдында, планшеттің алдында оны қатырып бір фото еткенше барып имандылықты үйренсін, ибалылықты үйренсін, дұрыс жүруді, дұрыс тұруды үйренсін. Мәселен, жаңағы ас ішетін уақытта барша мұсылман қауымға белгілі бисмилля деп айту ол міндет. Яғни бисмилля айтылған ас, бисмилля айтылған тағам ол міндетті түрде берекелі болады, яғни тойымды болады. Енді балаға келген уақытта 10 жасар болар, 12 жасар болар, кім айдос тамақты бастайтын уақытта бисмиллямен бастайды. Бастаған уақытта оң қолмен бастайды. Тамақты жеген уақытта, мәселен мынау табақ болса, ана кісінің алдынан барып тамақтан алуға болмайды. Өйткені ол ұят болады. Мына жерден алуға болмайды, тек өзіңнің алдынан ғана жейсің. Сол мұсылмандықтың шарттары деп түсіндіру арқылы ол бір күні осыны үйренеді, екінші күні мына нәрсені, үшінші күні мына нәрсені үйренеді. Ол бір 2-3 жылдың ішінде толығымен ата-анасының көз қуанышына айналады.
Сол мақсатта бұйыртса жұмыс жасаймыз. Демек ата-аналар қолдау білдіріп жатыр ғой бұған. Толығымен қолдау білдіруде. Тек қана балалар жағын оқытасыздар ма, әлде мүмкін уақыт өте келе ересектерге де білім беру керек шығар? Жас мөлшері шектелмеген. 7-ден 70-ке дейін деп жатады ғой қазақ атам. Сол 7-ден 70-ке дейінгі барлығы келіп оқу үрдісіне қатыса алады. Ол мейлі ер болсын, мейлі әйел болсын, мейлі егде адам болсын, мейлі күйеу ана болсын, кім болса да дін исламды үйренгім келеді деген баршаға есігіміз ашық. Бұл жерде таңның 9-нан кешкі 9-ға дейін барша қызмет жасауға бұйыртса дайынбыз. Сонда мұсылман баласының дінге деген зейіні қашан ашылса да кеш емес қой, 70-ке келсін, 7-те болсын. Өйткені әр адамның жүрген ортасы әртүрлі. Мәселен, бір адамдар жаңа бүгінгі тақырыптың аясында жүреді. Қайырымды кісілердің қасында жүреді. Бір кісілер қайырымды емес, тек жаңа қатты сараң кісілердің қасында жүреді. Біреуі жаңағы кінәға, қателікке бой алдырған адамдардың қасында жүреді. Енді бірі басқа бір адамдардың қасында жүреді. Енді соның баршасының ортақ бір нүктесін табу. Қайырымды кісілер болса, оны оған тарту, ұсақтау кісілер болса, оны қайырымдылыққа тарту, ашық жаңа қателікке бой алдырған кісілер болса, оның қателікке бой алдыруға болмайтындығын, оның қауіпті екендігін айтып, адамдардың баршасын сол жақсылықтың төңірегінде жинау. Басты мұсылмандықтың мақсаты осы. Сонда қайырымды жандардың жанында жүргеннің өзі бір адамға оң әсері тигізе ме? Демек, қайырымды жанның жанында жүрсе, оның да қайырымды болу ықтималдылығы жоғары деп ойлайсыз ба? Өте жоғары. Мына Астана Нұр-Сұлтан қаласында біраз тәжірибелер болды. Сол тәжірибелердің бірімен бөлісе кетейін. Көптеген ағаларымыз болды. Сол қасында жүрген кісілер зекетін беріп, білесіздер, жалпы зекет берілген уақытта, мәселен, А деген азамат зекетін берем дейтін болса, мұқтаж болған Б деген азаматқа барған уақытта өзінің қолымен табыстауы керек. Яғни берілген зат қарсыдағы кісінің қолына тию керек. Яғни меншігіне өтеу керек. Ол кісі қанша зекеті көп болса да, әр қайсысына өзі барып беріп жүреді. Енді бірі Нұр-Сұлтан қаласының тым шетінде тұрады, бірі батпақта жерде тұрады, бірі жаңағы гаражда тұрады деген секілді. Әр қайсысына барып беріп жүреді. Қасында жолдастары көреді. Не сонша бір жаңа жүргізушің бар, қасыңдағы жігіттерің бар, қыздарың бар, соны жібере салмайсың ба деген секілді пікір айтады. Сонда ол кісінің айтуы, бұл Құдай тағаланың маған берген бір нығметі, Құдай тағаланың маған берген бір байлығы, соның бір зекетінің бір нышанасы ретінде, өзіме бір шүкіршілік ретінде адамдармен танысу мақсатында өзім осылай беремін деп айтады. Қасындағылар да соған үйренді бүгінгі таңда. Мәселен, бір кісі 10 миллион теңге зекет беретін болса, өзі жаңа мешіттен, жаңағы аз қамтылған тізімдерді беретін мекемелерден тізімдерін алып, әр қайсысына барып, жеке жағдайын сұрап, мынау не болып жатыр, мынау не болып жатыр, үй қалай болып жатыр, бала-шаға мектебі қалай болып жатыр деп танысып, сол жолға бастап келеді. Айтайын дегенім, осы жерде мұқтаждың көзін көріп үйрену маңызды. Мәселен, бір мұқтаж емес адамды әрдайым көріп жүргеннен кейін, оған білінбейді. Мұқтаждың бар екендігі, жоқ екендігі, бірақ та бір мұқтаж кісінің үйіне барып, үйінде 2 қыз, бір баласы болса, кішкентай мектепке дейінгі балалар болса, әр қайсысына жаңағы өзінің жейтін конфетін, печенесін, бір жылтырақ, 1-2 ойыншығын алып барып, балаларын осындерге бір базарлық болсын деп үйіне барып, базардан 1-2 нан алып, бір май алып, бір шай алып, ата-анасымен бір 2-3 минут сөйлесіп, ал енді жақсы отырыңыздар, Алла амандығын берсін деп үйінен шығып кету, олар үшін үлкен бақыт ол. Яғни, сондай кісілер болды, өздерінің пікірлерін айтады. Үйдің алдына машина тоқтағанда, есіктері жабылған уақытта, біз білеміз, что жаңа кісі келе жатыр деп балдары соны күтіп отырады.
демек ол үйдің алдына басқа көлік тоқтамаған. Тоқтамайды. Тарс машинаның есігі жабылды ма, демек бізге базарлық келе жатыр. Демек бізге ол кісі келе жатыр. Демек біздің бүгін қуанатын күнімізде олар асыға күтеді. Енді осы асыға күткен уақытта жаңағы қайырымды жандар көмекке жетіп келеді. Яғни екеуінің арасында бір байланыс орнады. Ана кісі өзінің дәулетімен асыра шалқып кетпейді. Ана кісі өзінің жаңағы жоқтығымен өзін тіпті жоғалтып алмайды. Екеуі бір золотина жаңағы алтын орта деп келеді ғой. Сол ортаға бейімделеді екеуі де. Сонда міндетті түрде енді қайырымдылық жасау үшін шалқыған дәулетті бай болу міндетті емес қой? Жоқ, міндетті емес. Жалпы көңілден шықса болды. Мәселен, сіз жолда келе жатсыз, бір кісіге күлімсіреп қарадыңыз, оның өзі бір қайырымдылық. Өйткені сіздің күлуіңіз немесе жүзіңізде күлкінің пайда болуы ол кісінің жүрегіне бір қуаныш сыйлайды. Бірақ бір кісіге қарап келе жатып, қабағыңызды түйіп қарасаңыз, ол кісінің ішіне қорқыныш ұялайды. Біздің жалпы мұсылман ретінде мақсатымыз бұл емес, керісінше оның ішіне жылулықты сезіндіру. Бұл да қайырымдылықтың ең төменгі сатысы осы. Ең төменгі сатысы. Енді қалалық жерде тұрамыз, енді ауылда жерге барған уақытта, ауылда жолда келе жатсаңыз, жолдың бойында тас жатыр, үлкен бір тас жатса, тасты алып жолдың шетіне қойдыңыз, ол да қайырымдылық. Ол да жақсылық. Өйткені ол тасқа келіп бір көлік соғу мүмкін, бір ұлдың аяғы тиюі мүмкін, біреу жығылуы мүмкін. Соның алдын аламын деп ниет еттіңіз, алдыңыз, Алла Тағала сізге осы үшін бір көптеген сауап жазады. Осылардың барлығын жалпы жұртшылық білсе екен дейміз. Жалпы жұртшылық жақсылықтың жаршысы болса екен дейміз. Жақсылықтың басында, не болмаса қасында, не болмаса артында жүрсе екен деген ортақ бір мақсатымыз бар. Енді осы жөнінде толығырақ тағы да кеңінен айтып өтіңізші. Жаңағы күлімсіреу бар дедіңіз. Тағы да адам бір өзінде бар дүниемен, кез келген адам өзінде бар мүмкіншілігімен тағы да қандай қайырымдылық істер атқара алады? Жоғарыда айттық, ең төмені жаңағы жолдағы тасты алып тастау. Бұл ең төмені. Одан кейін сәл жоғарылағанда жаңағы бір кісіге күлімсіреу. Яғни сәлем беру. Жаңағы сәлем бердік. Қазақшалайтын болсақ, не болмаса мұсылманшалайтын болсақ, ассалаумалейкум апа, ассалаумалейкум аға деп бір қалыңыз қалайды бір ауыз сөзіңіз ол кісінің жүрегіне жылулықты оятады. Осылайша қайырымдылықтың дәрежесі өсе береді. Айтайық, жаңа жоғарыда айттық, орталама бір айлыққа істейтін кісілер болса, ол кісілер күнделікті қайырымдылығын жасап отырады. Енді одан жоғары кісілер бар, ол кісілер де өзінің деңгейінде беріп отырады. Осылайша кете береді, әркімнің деңгейіне қарай. Сондай бір кісілер бар осы елімізде, атын атап түсіністеудің қажеті жоқ. Өте ауқымды қайырымдылық жасайтын кісілер бар. Яғни бір жылда сізге айтайын, орталама 20.000 отбасына қамтамасыз етіп отырғандар бар. Яғни жолдағы тасты алып тастайтын кісілер болғанымыз секілді, бір-біріне жылы жүзбен қарап жүрген кісілер болған секілді, 20.000 отбасына қайырымдылықпен қамтамасыз етіп отырғандар бар. Яғни қайырымдылықтың деңгейі осы. Шамамыз келсе, 20.000 адамға көмектесеміз, бүкіл жағдай, азық түлігі, киімі, көміслугасы барлығы ішіне кіреді. Егер жағдайымыз болмаса, ең төмені жолда келе жатырмыз, бір бауырымызды көрдік, бір туысымызды көрдік, бір тумамызды көрдік. Ол жерде жүзіне қарап, бір сәлем беріп, қалайсың, қалың қалай, амансың ба, Алла Тағала кәсібіңе береке берсін деп жүріп кету адамның жұмысқа келе жатқан уақытында кәдімгідей адамға бір бақыт сыйлайды. Адамдарды осы мақсатта жұмылдырсақ деген басты мақсатымыз, діни басқармада мақсат сол қайырымды болу, қайырымдылыққа үндеу адамдарды. Енді жыл сайынғы былай рейтинг жасап отырамыз. Жалпы аудан деңгейінде, облыс деңгейінде жалпы қайырымдылықтың мөлшері жыл сайын көбейіп келуде.
жыл сайын. Яғни биылғы жылы осынша болса, келесі жылы осынша деп рейтинг кәдімгідей өсіп келуде. Яғни халықтың қайырымдылыққа деген құштарлығы күн сайын артып келуде деп айта аламыз. Бұл да өз кезегінде әрбір қайырымдылықты жасаушы адамның отбасына, кәсібіне, жасап жатқан істеріне міндетті түрде оңынан әсер етеді. Оңынан әсер етеді. Күнделікті табысы 10 теңге болып жүрген кісілер қайырымдылық жасайды. Жаңа жоғарыда айтқанымдай 15 теңге, 20 теңге болып қайтады. Оны адамдар сезінеді, дәл солай болатынын біліп жасаса, оны Құдай Тағала оған тек қана сауапты жазып қана қоймайды, оның бүкіл отбасына өзінің берекесін береді. Жаңағы соңғы пайғамбарымыздың бір ұсынысы бар, өтініші бар. Сол кісінің сөзін айта кетсем, мына отбасыдағы қайырымдылық қалай болу керек? Мәселен, үйдің отағасы бар, А деген азамат, одан кейін Б деген азаматша болса, артынан келе жатқан 3-4 бала-шағасы бар, ұлы бар, қызы бар. Сол кісілердің арасындағы бір-біріне деген мәмілесі, бір-біріне деген жаңағы сөз қолдануы да тікелей осы бір-біріне деген мейірімділікке байланысты. Яғни оны да бір қайырымдылық деп айта аламыз. Яғни жаңа отағасы анасына келіп, балдардың анасына келіп, ей пәленше деп ішінде бүкіл дөрекі сөздермен тарс айтып кетуі мүмкін. Бірақ ол жалпы мұсылмандықта олай деуге жол берілмейді. Яғни ол балдардың анасы болған үшін, өмірлік серігі болған үшін оған барынша жылы сөз сөйлейді, барынша ол кісіні де жақсылыққа тартуға өмір бойына жоспар құрады. Мәселен, әрқайсымыз үйдің бір отағасымыз. Отағасы ретінде біздің артымыздан келе жатқан ұлдарымыз бар, ұлдарымыздың, қыздарымыздың анасы бар. Ол кісіні де жақсылыққа баулу сізбенен біздің ортақ міндетіміз. Сіз қалайша, біз қалайша айына 5 теңге, 10 теңге қайырымдылық жасап жүрген болсақ, үйдегі өмірлік серігімізде өзінің сөзімен жаңағындай көшеде келе жатты, бір өзі секілді бір апасын көрді, сіңлісін көрді. Апа қалайсыз, сіңлім қалайсың деп бір жылы жүз танытуды ол кісіге де үйрету керек. Үйдегі ұлдар бар, қыздар бар. Ол кісілерге де жаңа жолда келе жатқан уақытта бір тасты алып тастау, бір сауап, Алла Тағала оған сауаптан жазады деп ол кісілерге де айту осы қайырымдылықтың аймағына кіреді. Сіздің үйде 4 ұл бар, біздің үйде 3 ұл бар, ана кісінің үйінде 1 ұл бар. Осылайша бір қоғам ретінде кіріссек, көп мәселенің түйткілі шешілетін болады. Бүгін студиямызға уақыт бөліп, келіп, осылай сүбелі мәнді әңгіме айтқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Айналамыз қайырымды жандарға толы болсын деген тілек білдіреміз. Қымбатты көрермен, бағдарламамыз осымен тәмам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы күндерде жолыққанша.